Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде тасымал. Өткен сабақта біз тасымалдың ережесімен таныстық. Еске түсіріп өтек, тасымал дегеніміз не? Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп, тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Мысал келтіретін болсақ, шағала, шағала, шағала деп тасымалдауға болады. Келесі жұмысымыз оқулықпен жұмысты жүргіземіз. Оқулықтарымыздағы 31-ші беттегі бірінші жаттығуға назарымызды аударамыз. Сіздерге сурет берілген оқулықта, сол сурет бойынша ертегі құрастырасыздар. Содан кейін орамжапырақ, ертегі сөздерін тасымалдаңдар. Келесі жұмысымыз дәптермен жұмыс. Жазылым, екінші жаттығу, 32-ші бетте. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Содан кейін дәрумендер сөзін тасымалдап жазамыз. Дескриптор бойынша сөздерді буынға бөледі, неше тәсілмен тасымалданатынын анықтайды. Есіңде сақта. Біріншіден, сөздер буынға бөліп тасымалданады. Мысалы, кекілік, кекілік. Екіншіден, тасымалдағанда бір әріпті сол жолға қалдыруға немесе келесі жолға көшіруге болмайды. Мысалы, оқулық деп тасымалдау керек. Оқулық деп тасымалдауға болмайды. Үшіншіден, бір буынды және екі буынды сөздер тасымалданбайды. Мысалы, ай, бұлт, күн, сен, тағы да басқа. Оқулықтарымыздағы 5-ші жаттығуға назарымызды аударамыз. Жасырын тұрған тағам атауларын тап. Мысалы, нан. Сабағымыздың соңын кері байланыспен аяқтаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай 3 түрлі алманың түсі берілген. Жасыл алманың түсімен барлығын түсіндім. Сарымен енді түсініп келемін, қызылмен түсінбедім. Сол түске сәйкес бояйсыздар. Үй тапсырмасы 4-ші жаттығу 33-ші бетте.